Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бүгін біз осындай творог қосылған, тез әрі дәмді болып пісіп шығатын кекс жасап үйренеміз. Видеоны толық аяғына дейін қарап, каналымызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз. Ең алдымен 100 грамм ерітілген сары майымызға 200 грамм шекерді қосып, миксермен айналдырып аламыз. Майымыз бен шекеріміз сәл ерігеннен кейін үстіне бір-бірден 2 жұмыртқа қосамыз. Осылай бір келкі массаға айналғаннан кейін үстіне 200 грамм творогты қосып аламыз. Творогты қосқаннан кейін де тағы да миксермен араластырамыз. Осылай жай-жайдан араластырып аламыз да, бір келкі масса болғаннан кейін 200 грамм ұнымызға 1 шай қасық разрыхлитель және ванилин қосып, осылай араластырып, массамызға қосып, тағы да миксермен араластырамыз. Массамыз қою болып шығады, солай болып шығу керек. Сосын ең алдын ала дайындап алған қалыптарымызға бір қасықтан осылай салып аламыз. Қалауымызша шоколад немесе жаңғақ қосуға болады. 180 градуста қызып тұрған пешке 20-25 минут пісіріп аламыз. Кекстеріміз тез піседі. Осындай тестодан 20-25 данасы шығады. Қалауымызша осылай шекерді ұнтағымен әсемдеуге болады. Сіздермен бірге болған дәмді дастархан. Сіздерге пісіріп көруге кеңес беремін. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.